Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында педагогикалық идеялар панорамасы атты республикалық байқауы осымен 3-ші жылы өткізілуде. 3 кезеңде өткізілетін байқаудың қазіргі таңда 2-ші кезеңі жүріп жатыр. 2-ші кезеңінде 22 аталым бойынша, түрлі категория бойынша мұғалімдер өз өтінімдерін білдірген болатын. Сол өтінім бойынша біз қазіргі таңда мұғалімдермен кеңес беру жұмыстарын жүргізудеміз. Бүгінгі кеңес беру жұмысымыз Шымкент қаласы нөмірі 90-шы жалпы орта мектебі информатика пәні мұғалімі Болысбаев Бақтияр Жақсылықұлымен жүргізіледі. Амансыз ба, Бақтияр? Саламатсыз ба? Бақтияр, сіз бізге осы байқауға қатысу ниетте өз өтініміңізді жіберген болатынсыз. Өз өтінім бойынша тақырыбыңызды еске сала кетсеңіз, қандай тақырыпта өтінім берген едіңіз? Мәтіндік ақпараттарды кодтау принциптері, яғни 10 сыныптың тақырыбы бойынша. Жақсы. Ондай болса, Бақтияр, сізге ереже бойынша талаптарын таныстыра кетейін. Ол үшін экранға назар аударамыз. Мына жерде көрініп тұр ма сізге, Бақтияр? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Бас жағында жалпы ережелер ұсынылған. Енді оған біз тоқталмаймыз. Ары қарай сіздің сабағыңыз қандай түрде болу керек, соған тоқталатын болсақ. Мына жерде міне көріп отырсаңыз, бейне материалдың мазмұны мен түрі. Түрі, иә. Қараңыз, сіздің бізге берген өтінім бойынша сіздің өзіңізде таңдау бар. Сіздің бейне сабағыңыз ол дәріс түрінде болуы мүмкін. Қараңыз, оқыту мен тәрбиелеу әдісі, белгілі бір саладағы идеялар жүйесін дәйекті монологтық баяндау. Немесе ол сабақ түрінде болуы мүмкін. Оқу жұмысын ұйымдастыру формасы осы жағдайда педагог оқу бағдарламасында айқындалған білім алушыларға қойылған дидактикалық және тәрбиелеу мақсаттарына қол жеткізу үшін сан алуан әдістерді пайдалана отырып, нақты кесте бойынша тұрақты құраммен дәл белгіленген уақыт шеңберінде жұмыс жасайды. Немесе практикалық лабораториялық жұмыс, семинар және шеберлік сыныбы болуы мүмкін. Бұл жерде Бақтияр, сіз өзіңізге ыңғайлы өту формасын таңдайсыз. Дәріс деген кезде бұл жерде сіз өзіңіз сол тақырып бойынша өзіңіздің идеяңызды ұсынып, монологтық түрде, яғни мынау компьютердің алдында отырып, сіз бір идеяңызды баяндауыңыз мүмкін, дәріс түрінде болған жағдайда. Сабақ түрінде болған жағдайда, бұл жерде кәдімгі сол бағдарламаға сәйкес сіз оқушыларыңызбен бір күндік немесе жаңағы бір сабағыңызды көрсетесіз. Белгілі жаңағы ережеге сәйкес 15-20 минуттың көлеміндегі сабағыңызды ұсынасыз. Түсінікті ғой. Яғни сізде өзіңізде таңдау бар. Сіз дәріс күйінде, сабақ күйінде, немесе практикалық, немесе семинар, немесе шеберлік сынып формасында сіз өзіңіздің бейне сабағыңызды бізге ұсына аласыз. Түсінікті. Дәріс сабақ деген сұрақ қойсам болады ма? Иә, тыңдап тұрмын. Дәріс сабақ деген қазіргі қашықтан оқыту несі бойынша, осы түрде сонда балапан телеарнасында көрсетіп жатыр ғой, сол сияқты жағдай өтіп көрсетсем бола ма? Бір тақырыпта. Жоқ, бұл жерде ол балапан арнасындағы қазіргі таңдағы сабақтар, ол кәдімгі сабақ түрінде ұсынылып отыр, иә, білесіз. Ал бұл жердегі мынау біздің байқауға ұсынылатын материалымыз, ол бір идея аясында өзіңіздің ұсынылған жұмысыңыз болу керек. Сізге қайсысы ыңғайлы, әлде де сізде уақыт бар ойлануға. Иә, түсінікті ғой? Түсінікті. Жақсы, енді ары қарай жылжып, қандай критерий бойынша сіздің жұмысыңыз бағаланады? Төменгі жағында бізде критерийлер ұсынылған. 10 критерий бойынша бағаланады сіздің жұмысыңыз. Бұл дегеніміз, бірінші педагогикалық идея. Яғни автор өзінің жеке педагогикалық тәжірибесінде қолданатын педагогикалық қағидаларға, тұжырымдар мен технологияларға сілтеме жасай отырып, педагогикалық идеяны атайды. Өзектілігі.
Яғни сіздің ұсынған идеяңыз заманауи білім берудің қандай проблемаларына бағытталғандығын көрсетіледі. Практикалық бағыттылығы бейне сабақтың практикалық бөлігінің көрсетілімі және нақты өмір жағдайларымен байланысты. Яғни сіздің ұсынып отқан сабағыңыз ол өмір жағдаймен байланысты болу керек. Әдістемелік құндылығы бейне материалдың мазмұны мәлімделген педагогикалық идеяларға сай келеді. Тәсілдер мен әдістердің үйлесімі білім алушылардың танымдық белсенділігін біршама көтермелейді. Оқу материалының мазмұны, оқыту сапасы, педагогтың жеке қасиеттері, көрнекілік қатар сапасы, яғни бұл жерде бейнелеу айқындылығы, камера дірілдеуінің жоқтығы, жарықтың біркелкілігі, түсірімділердің ауқымдылығы, кадрде бөгде заттардың жоқтығы және дауыспен сүйемелдеу сапасы. Дыбыстаудың айқындылығы, дыбыстың дауысы бойынша ауытқушылықтың болмауы, шу кедергілерінің жоқтығы. Бақтияр, сізге түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы, енді бұл жерде аса бір мән беретін жағдай, видеоны түсіріп жатқан кезде қандай болу керек, сол бойынша мына жерде 9-шы пунктте сол бойынша берілген талаптар бар, соған қысқаша шолу жасап кетейік. Мазмұны конкурс жұмысының конкурс бағыттарына сәйкестігі, Қазақстан республикалық білім беру стандартына сай болуы, арнайы терминология мен белгілерді пайдалану дұрыстығы, бейне материалдың техникалық сипаттамасы. Көріп отырсыз, сіз өзіңіз информатик пән болғаннан кейін расширениясы қандай болу керек? Және форматы қандай болу керек? Форматы MP4 форматы болу керек. Және бейне материалдың хронометражы 15 минутқа дейін. Яғни сіз неше минутқа түсірген болсаңыз да, жаңағы 15 минуттан бастау керек. Түсінікті ғой, Бақтияр? Қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл енді сұрағым, бізде қазір қашықтан оқыту, ертең мен осы қыркүйек айына дейін жағы өзім барлығын жүйелеп, жағы сабақтың түрін таңдап, қай неде өтетінін. Қыркүйек айында түсірсем болады жа, бейненен, жазылды. Өйткені қазірге түсіруге сабағымызда мүмкіндік жоқ бізде. Өйткені оқушылар барлығы қашықтан білім беру жүйесіне көшкен. Жақсы, Бақтияр, алдағы уақытта қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, бізге хабарласасыз деген үміттеміз. Жарайды, жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз, жақсы.